Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен жұмыртқамыздың үстіне қантымызды, тұзымызды, ас содасын және зәйтүн майымызды құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң үстіне жылы сүтімізді құямыз. Ұнымызды бөліктерге бөліп салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, құймағымызды дайындауға кірісеміз. Құймағымыздың шеті қызарған бойда екінші бетіне аудара отырып пісіріп аламыз. Құймақтарымыз бірінші құйғаннан ақ жабыспай әдемі болып шығады. Достар, дәмді құймақтарымыз дайын. Осылай сәндеп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады.